Қайырлы күн, Ғани Өтегенұлы. Сіздің осы сұхбатты бастамас бұрын ұлыңызға осындай қызмет етіп жатқанына алғыс білдіргіміз келеді. Сізге бір қысқаша сұрақтарымыз бар. Бала, енді сізде бір отбасында 2 бала ғой, қазір әскери қызметте жүрген. Балаларыңыз қай жылы, қай бөлімде, қай әскери бөлімде борышын өтеп жатыр? Тараздың аржағында Атар деген жерде су жетіп жатыр. Осы жылы кетті ме? Былтыр кеткен, ноябрьде кетті. Әскери қызметтен оралғаннан кейін ұлдарыңыздың мінезі қалай өзгереді деп өзіңіз күтесіз? Оны білмеймін, енді өзгереді ғой. Сыртқа шыққаннан кейін өзгеретін шығар деп отырмын. Болашақта жалпы осы ұлдарыңызды бір емес енді біреуден 2 ұл болғаннан кейін құзырлы органдарда істегенін қалайсыз? Жалпы осы қызметті әскери саланы жалғастырғанын өзіңіз қалайсыз ұлдарыңыздың? Иә. Сол не болса, сол қалам ба деп отыр еді ғой, жаңағы 2-ші жыл. Келісімшарт бойынша. Иә, келісімшарт бойынша. Сіздің ойыңызша енді дұрыс деп ойлайтын шығарсыз, бірақ енді басқа ата-аналарға әскерге бару туралы бір қысқаша ойыңызбен бөліссеңіз. Негізі барып, жаңағы отанның қорғау борышын орындап қайтқаны дұрыс қой. Қашып жүргеннен пайда жоқ. Әр жігіт болғаннан кейін өзінің мемлекетінің Қазақстанда жаңағы әскери борышын өтегені дұрыс деп ойлаймын. Сізге енді көп сұрақ емес, соңғы сұрағыңыз, жалпы енді мынау балаларыңызды қарсы алуға деген өзіңіздің көз қуанышыңыз ғой, не дегенмен де дайындықтарыңыз қалай болып жатыр, ішкі жан дүниеңіз не дейді аға? Енді сол қолдан келгенше сол дайындалып жатырмыз жаймен. Енді құдай қаласа сол декабрьге кетіп қалатын шығар деп отырмыз. Өйткені ноябрьдің сол ортасына таман кеткен, 15-іне таман. Аман есен сол борышын өтеп келсе, әйтеуір сол осы балдарды бәрін сол жаңағы жеткізіп адам болып тілейміз ғой енді, ата-ана болғаннан кейін. Иә, анасы қайтыс болғанына 6 жылдай болды. Енді сол 6 баламен қалдым өзім. Енді осы балдарды сол жеткізіп адам болып үй болып кеткенін қалаймын енді. Аға, жақсы. Енді мынау әскерден қашып жүрген деп алып қалдыңыз ғой, жаңа сол әскерге бармай жалтарып жүрген жастарға айтар ойыңыз не деп айтқыңыз келеді жалпы? Жалпы айтатын болсам, енді қазіргі жас балаларға сол барып әскери борышын орындап, міндетін орындап, сол аман есен отбасына оралып, сол дәрісі сол ата-аналардың енді тілегі ғой енді бәрін. Көз қуанышы соларды әскердің борышын өтеп, сол анасының қолын ұзартып үйленіп дегендей. Жалпы әскери қызметті қолдайсыз ғой? Негізі барып келген дұрыс. Рахмет, сұхбаттасқаныңызға, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Енді біздің аудан әкімінің орынбасарының арнайы алғыс хаты бар тұғын. Бір емес 2 ұлды бірдей әскер қатарына жіберіп отқаннан кейін Қазалы аудан әкімдігі құрметпен Ғани Өтегенұлы, сізге елін сүйген, ерлікпен тәнті еткен азаматтарды тәрбиелегеніңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Ұлдарыңыз Батырхан мен Мырза отан алдындағы борышын қасиетті борышын абыроймен атқарып ел игілігіндегі адал қызмет етіп келеді. Олардың әскери қызметтегі жауапкершілігі, ерік-жігері мен қайсарлығы сіздің берген тәрбиеңіз бен қолдауыңыздың нәтижесі деп білеміз. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, ұлдарыңызға жарқын болашақ пен толағай табыстар тілеймін деп тілек білдірді. Құрметпен Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Әлиев Жәнібек Алмасұлының атынан сізге табыстасақ.